Айдаладан ақша тауып алсаңыз. Авторы Нұрғали Ораз. Сол күні аспан шайдай ашық, бір шөкім бұлтсыз болғанға ұқсайды. Көк күмбезі көз талдыра мөлдіреп тұрыпты. Бозай шоқының бөктеріне ақтылы қойды өргізіп тастап, ал өзі бір биікте, шайдай ашық аспанға қарап шалқайып жатқан Бөрібайдың аңсары Қызай жаққа қарай қайта-қайта ауа беріпті. Тіпті домбыраның қос шегіндей бебеулеп қоймаған соң, жатқан жерінен жылан шағып алғандай атып тұрыпты. Анада жерде жайылып жүрген атының жанына барыпты. Тұсауын шешіпті, тартпасын қайта тартыпты. Тағы да біраз ойланып тұрыпты да, тәуекел деп қарғып мініпті. Нар тәуекел демепті, жай ғана тәуекел депті. Атына мініп алған соң, жайбарақат жайылып жатқан отарға шекесінен қарап, Құдай ала қоймас депті шырт түкіріп. Қызайға барамын да, көп айналмай қайтып келемін. Қызай дегеніңіз әрине ит арқасы қиянда емес, қозы көш жерде тұрған бозай секілді бір шоқы. Сыдырта желіп жөнелген кісіге сүт пісірімнен соң ақ оның ар жағындағы ауылдың төбесі көрініп қалады. Бірақ өзі жай әншейін ауыл болса бір сәрі, жуынатын моншасы, оны пұны сататын дүкені бар, дүркіреп тұрған орталық. Ең әуелі есіне түскені монша мен дүкен болатын. Ол өзі Қызай жаққа көбінесе сол екі шаруамен ғана барушы еді. Қысты күні болса, ып-ыстық буы бұрқыраған моншаға, жазы күні болса, у-шуы көп дүкенге жиілетіп соғады. Соның екеуінен де қызара бөртіп шығады бөкең. Қыз-қыз қайнаған моншаның буынан, ал әлгі жыл сайын жұт кіргенде жұтап келе жатқан жаман дүкеннің тентек суынан қызарады. Көңіл хошы соқса, қысты күні де, жазы күні де бозайға қайтып келе жатып, ыңылдап әндетеді. Сондағысы бір-ақ ән, бір-ақ шумақ, сонда да таусылмайды. Москва, СССР-дың астанасы, Алматы, Қазақстан бас қаласы. Жүрейік күліп ойнап той көргендей болады жақсы істің бастамасы. Бар болғаны осы, білетіні сол-ақ. Бірақ сонда да бір бітпейді-ау бітпейді. Аш ішектей созылып таусылмайды. Я, айтпақшы, ұзақ сонар қайырмасы бар екен ғой. Илигай, игай, илигай, игиги, гигай, илигай. Бүгін бөкеңнің ойына моншада дүкенде түсе қоймап еді. Бірақ көңілі құрғыр табан астына тәлпіш қатындай қылымсып, қайта-қайта Қызай жаққа қарай елеңдей берді емес пе? Атқа мініп алған соң, сыдырта желіп ақ кеткені, шұғыл бір шаруасы тосып тұрғандай тақымды қыса түсіп, қолындағы қамшыны толғап-толғап жібергені, шабдар торының дегенде тапырақтап қалып, сасқалақтап, тезек тастап қойғаны, жолда келе жатып, моншаның жөні бола қоймайды-ау деп ойлады. Неге екені кежегесі кейін тартып, өзін-өзі қашқақтата түседі. Бүгін осы қай күн? Сейсенбі ме? Әне айттым ғой, бүгін әйелдерге арнап жағатын күн. Тоқта. Алдыңғы күні дүйсенбі. Ойбой, бүгін сейсенбі емес, сәрсенбі боқ қапты ғой. Еркектерге арнап жағатын күн екен. Бірақ бәрібір татпайды-ау, тартпайды. Құрысыншы. Бозайдың аспаны бүгін қылаусыз жадырап, Қызай жаққа қарап күлім-күлім қағатын-ай. Тағы да тамсанып ғашық болып, таңғалып қарайтындай. Ертеректе, тым-тым ертеде Бозай деген бір жігіт Қызай деген қызға ғашық болған екен деседі. Жай ғана можан топай жігіт болса да бір сәрі арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болған ғой. Қызай да ай десе аузы, күн десе көзі бар хордың қызындай, хас сұлудың нақ өзі екен. Жалғандай. Мына жамандатқыр неге бүйтіп табандап жүрмей келеді? Шу, немене Қызайдың жұртына көңіліңнің қалған жер бармай еді? Ол тағы да тақымын қыса түстіп, шабдар торының қабырғасына батыра, керзі етіктің өкшесімен қаттырақ тебініп қойды. Одан опа таппады. Бірақ қой мінез шабдар өкпе бауырын солқылдата бүлкектей жөнелді. Жалғанай. Бірі арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, жаужүрек жігіт болса, ал енді бірі хор қызындай хас сұлудың нақ өзі болса, бұл пәниде бір-біріне ғашық болмай тұра ала ма? Мынау жамандатқыр неменеге сонша құлағын қайшылап, қайта-қайта елеңдеп келе жатыр-ай? Бөрі көріп қалдың ба немене? Дүние-ай, бұл пәнеде бір-біріне шын ғашық болып, бірін-бірі көрмесе тұра алмастай халге жеткен ғашықтар хақында қаншама қисса дастан, хикая шертілмеді десеңші. Соның бәрінде де олардың баянды бақытқа, шат-шадыман өмірге жете алмай арманда өте беретін несі екен? Бозай мен Қызай да сөйтіпті ғой. Мына жамандатқыр неге ғана бүйтіп қолыны желіде қалған биедей жалтақ-жалтақ етіп келеді-ай? Ана
Мынау немене? Ағараңдаған нәрсені айтамын. Жылтырайды өзі. Жермен жексен болып жатқан жын ба, пері ме? Оның көзі сонадайда інінен шыққан сарышнақтай шошайып тұрған белгісіз затқа түсті. Бір бүйірі жалт-жұлт етіп күнге шағылысып жанарын арбайды. Еріксіз атының басын солай қарай бұра берді. Шабдар шіркін қамыс құлағын қайшылап ап, әлдебір әзәзілдің арбап, азғырып тұрғанын сезгенде-ақ көзі алайып, тартыншақтап үркіп келеді. Өй, әй, мынау немене? Аң-таң болған ол абдырап қалып жерге бір, аспанға бір қарады. Содан соң тағы да көзімен жер сүзді. Тағы да алайып аспанға қарады. Жердегі жұмбақтың шешуін көктен күтіп, кіршіксіз мөлдіреген көк аспаннан әлдекімді іздегендей болды. Мөп-мөлдір аспан қуақланып, күлім-күлім ететін секілді. Құлдыраңдап атынан түсті. Көк шөптің арасында қылтиып тұрған көк мойын шишаны алсам ба екен, алмасам ба екен дегенде аз кем кідірді. Бүйіріндегі жазуға көзі еріксіз сүрінді. Кәдімгі Москваның айрықша арағы мөлдіреп тұр. Кім әкелді мұнда? Кім тастап кетті? Бөрібайға бұйырған шишама, бұйырмаған шишама өзі. Алланың жіберген несібесі ме, әлде албастының қалдырып кеткен сарқыты ма? Осы бір күмәнді ойлар көңіл сарайында бір-біріне қарама-қарсы келіп, жылан мен кесірткедей арбасып тұрды да, кенет жан-жаққа тырқырай қашты. Өйткені бұл мезетте біздің Бөкең көк шалғынның арасында көздің жауын алып, мөлдіреп тұрған көк мойын шишаны қолына алып та үлгерген еді. Шыр айналдыра қарап тығынын тексеріп шықты. Сап-сау сияқты. Ішіне басқа бір нәрсе құйып қойған жоқ па екен деп шайқап-шайқап көрді. Тіпті құлағын тосып тыңдады да. Содан соң азу тіске бір-ақ басып, ақ қаңылтыр қақпағын тістеп ашты. Дәмін татып көрді. Көрді де қылқылдатып, өңеші бүлкілдеп, біраз жұтып жіберді. Деді сәлден кейін, терең бір тыныш шығарып. Көңірсіген күпәкесінің жеңін жұпар жұтқандай құшырлана искеп-искеп қойды. Пақ деді көзі шарадай жанып. Пақ деді көзі шырадай жанып. Түнерген қабағы ашылып, жүзі балбыл жайнап қоя берді. Таңертеңнен бері кеудесін сыздатқан сары алақаз сағынышқа қапияда атылған қаңғырған оқ дөп тиіп, жалт етіп құлағандай болды. Жан жүйесін тырналап, тыншы таптырмай бебеулеген мұңды күйде сап-сап басыла қалды. Өзегін өртеп келе жатқан беймәлім өкініште де, маң даладағы мимырт жалғыздығынан жапа шегіп, әлсіреген жабырқау көңіл күйі де әп-сәтте ұшып кеткендей, жоқ, улы суға ағып кеткендей ізім қайым жоғалдау. Рақат-ай, дүние неткен керім, неткен көңілді еді. Күн күлімдеп, көгілжім аспан бері таман жақындай қалғанын қарашы. Кереге тәрізді көкжиекте тұп-тұнық-ау, тұп-тұнық. Кенеттен құсқа айналып, қанат қағып ұша жөнелгің келеді. Көңіл шіркін көк теңіздей толқиды. Сонау бір тереңнен, сірә жүрек түкпірінен, жоқ, одан да төменіректен, тәп-тәтті сиқырлы сезім сұлу қыздай жымиып, оянып-ақ кеткені. Пақ-пақ, мынаусы несі тағы да? Кәне, мәссаған, зәкөскесі де дайын екен ғой. Ал әйтпесе, же, мұндай той күнде бола бермес Бөке. Ол еңкейіп, жерге төселген газет бетіндегі 2-3 түйір қияр мен қызанақтың біреуіне қол созды. Дегенде байқағанын айтсаңшы. Сірә осында біреулер өздерінше отырыс жасап, жаңа ғана орындарынан тұрып кеткен сияқты. Қайда кетті? Аң атуға ма, балық аулауға ма? Күтейін. Кімде болса күтейін. Үшеуін ішіп қойдым. Қызталақтың бір қызанағын жеп қойдым. Кімде болса күтейін енді. Жерге төселген бір жапырақ газеттің фирмасына көзі түсті. Мыж-мыж болған әріптерді ежіктеп, Ленин өсиеті деп оқып шықты. Содан соң Ленин өсиеті деп қайталады да, деп бір кекіріп алды. Сөйтіп біздің Бөкең ары отырды, бері отырды, бірақ ол күткен беймәлім кісілер келе қоймады. Тіпті бұл маңайдан қыбыр еткен тірі жан көрінбеді. Шақырайған ыстық күннің астында шыжғырылып отыра берген соң маужырап, ұйқысы да келе бастады. Бір кезде тіпті кірпігі айқасып, қалғып та кеткендей болдым өзі немесе. Селк етіп көзін ашып алды. Күн 5-ге қарай ауып барады екен. Қой енді қашанғы бүйтіп қылқиып отыра беремін деді. Деді де көк шалғында мөлдіреп тұрған көк мойынға тағы да қолын созып кеп жіберді. Көзі тар жұмып тастап, қылқ-қылқ жұтып та жіберді. Қызанақтың және біреуін тіске басты. Деді, содан соң демін бір-ақ алып. Ішіп те қойдым.
жеп те қойдым. Өзіңнен көр, қанша күттім қалшиып, өзіңнен көр, қанша күтемін-ай, қызсалақ. Көк күмбезі де, көгілдір көкжиек те бұлыңғыр тартып жөңкіліп көше бастағандай болды. Маңдала моншаға ұқсап бұлдырап, көз алды тұмандана бастады. Оның енді із-түзі жоқ біреулерді сарыла күтіп, сарғайып отыра беруге тағаты жетпеді. Көк мойын шишаның түбінде қалғанын сарқып ішіп, теңселіп орнынан тұрды. Түрегеле бергенде көзі көк шалғында қозының құйрығындай жарқырап жатқан ақ түйіншекке түсті. Бір басып, екі басып жанына барды. Жерге еңкейіп жатуды намыс көргендей, кеудесін әнтек керіп, көзін бір ашып, бір жұмып, теңселіп тұрды да теуіп кеп жіберді. Жеп-жеңіл ақ түйіншек допша домалады. Ал енді бәрін де біттіге санап, артына бұрыла бергенде көз қиығы түйіншектің ішінен жалбырап ұшып түскен қызыл құлаққа қадала кеткені. Әй, мұнысы несі? Өңім бе, түсім бе дегенде көзін ашып, бір жұмып теңселіп келіп, әлгі қызыл құлақ 10 сомдықты жерден саусағымен іліп алды. Бозай жақтан ескен болар-болмас шелеміктің әсерінен бе, әлде Бөрібайдың өзінің қолыма қалтырайтын қызыл құлақ қапияда қолға түсіп қалдым-ау деп қорыққандай дір-дір етеді. Ол әлгінде өзі еңкейіп алуға ар санаған ақ түйіншектің үстіне төнген күйі тізерлеп отыра кетті. Апыл-ғұпыл түйінін шеше бере тас мүсінде қатты да қалды. О, жаратқан ием, жұмыр басы пендеңе мейіріміңді төгейін десең, бірақ сәтте жарылғап тастай салуың түк емес екен ғой. Бұл Бөрібайыңыз Бөрібай болып жер басып жүргелі өмірінде мұндай мол ақшаны қолына ұстап көріп пе, біліп пе? Тіпті үш ұйықтаса түсіне кіріп пе? Үш ұйықтаса дейсіз-ау, тұяқ серіппей өмір бақи ұйықтаса да түсінде көрер ме? Әп сәтте кайпы көкке ұшып, алақ-жұлақ етті де қалды. Әлгінде ғана биік аспанға қыран боп қалықтап шығып, самға жөнелмек болған серік көңілі қайталап жер бауырлап, қу түлкіге айналып қылмыңдап есін жиып ала қойғаны ғой. Алтын көрсе періште де жолдан таяды. Бір түйіншек кілең қызыл құлақтарды көрген соң, Бөкең де оны қойнына қалай тығып жібергенін сезбей қалды. Еңкеңдеп атына қарай жүгірді. Атына мініп алды да, тап бір арт жағынан біреу тасырлап қуып келе жатқандай шабдар торыға үстін-үстін қамшыны бастай келіп, бір қараса Қызай жаққа қарай шауып барады екен. Әп сәтте көңіліне күдік ұялады. Апалақтап жүргенде мұз жұтып қойғанда іші қалтырап кетті. Тізгінін тартайын десе, қой міне шабдар қырсығып алған ба, тіпті бой беретін емес. Бөрден қашқандай бөкілдеп, танауы шелектей болып тартылып барады. Қолы да қарсып қалыпты. Икемге көнетін емес айтыпты. Сөйтіп шабдар торыны тоқтата алмай қанша шапқаны белгісіз, әйтеуір бір мезетте Қызай ауылының да төбесі көзге шалынды. Ел қарасы көрінген соң еш жиды ма, астындағы ат та ырс-ырс етіп құйрыққа жайсыз бүлкекке көшті. Дыр жануар, не көрінді сонша? Шауып келе жатқанда шашылып қалмады ма екен? Алақанымен ақырын ғана күпәкесінің омырауын сипап өтті. Жоқ, шашыла қоймапты. Ақ түйіншек айналайын тұр екен ғой томпиып. Жай енді. Ол Қызай жаққа қарап көзін сығырайтты. Не істесе екен? Ақ түйіншекті қойнынан суырып алды. Қызыл құлақтардың бірі уысын кенеп шалбарының терең қалтасына сүңгітіп жіберді. Қалғанын шүберекке қайтадан мұқияттап түйіп, керсі етіктің қонышына тықты. Содан соң түк болмағандай, дым сезбегендей күпәйкесінің етегі делеңдеп, ешкімнен қашпағандай қасқайып Қызайға қарай бет алды. Дүкеннің маңына жете бере Жылмақай дүкеншінің құлып пен зұлыпты сылдыратып есікті жауып жатқанын көрді. Әй, деді алыстан үн қатып. Неге екені құдды бір майыдың қызметкері сияқты қамшысының сабын шошаң еткізіп аспанға қарай көтеріп қойды. Әй, жаппай тұра тұр. Жоқ, деді дүкенші бұған мойнын бұрып қарамаған күйі тұқшыңдап. Бүгін жұмыс уақытысы бітті. Дүкен жабық. Пешаттап қойдым. Содан екеуі өңшең бір қисық қыңыр сөздерден қол жинап алып, сүт пісірімге дейін шайқасты. Бұл тықақтап қоймады. Ол безектеп жолатпады. Қызыл сөзден әбден ығыр болған кезде бұл да кез келген дүкеншінің сағын сындыратын ежелгі тәсілге келе қойды. Кенеп шалбардың терең қалтасында қызыл құлақтарды сығымдап шығарып тұрып, міне, көрдің бе? Осының бәріне сауда жасаймын. Сенің бір айлық планыңды бір-ақ күнде тапсырамын. Пүшту, деді. Қызыл құлақтарды көрген соң Жылмақай дүкеншінің жылынып, өп-өтірік қынжылып, желкесін қасып қалды. Сәлден соң дүкеннің есігі салдыр-гүлдір етіп қайта ашылып, екеуі кірді. Ал, деді Жылмақай дүкенші ләпкенің ар жағына өтіп алып, қайтадан қоразданып. Не аласыз? Кәне, есікті ішінен іліп қой. О неге? Жылмақай дүкенші езуін жиып ала қойды. Әй, Ысмағұл еке, жап деген соң жапсаңшы енді. Неменеге бақыраясың?
Мен сауданы оңаша жасайын деп тұрған жоқ па? Жылмақай дүкенші сыздана басып қарап, есікті ішінен іліп келді. Анауыңның, деді Бөрібай сөредегі қас-қатар тізілген көк мойын шишаларды қамшысының сабымен нұсқап. Біреуін ашып жібер. Өш жерде ме? Жоқ, дүкенде ішуге болмайды. Ысмағұл еке, аш деймін. Дүкенші көзін жапылықтатып, бұған сынай қарап тұрды да, көк мойын шишаның қаңылтыр қақпағын бұл маңайдағы елде жоқ ептілікпен оп-оңай бұрап аша салды. Құй, деді Бөрібай оған әбден көңілі қалғандай самарқау үнмен. Өзің іш. Жоқ, маған ішуге болмайды. Әй, құйсаңшы. Шамасы 1 сағаттан соң Бөрібай мен дүкенші қызара бөртіп, бірін-бірі құшақтап сыртқа шықты. Екеуі де тәп-тәуір сілтеп алған құлып пен зұлыпты тағы да салдыратып, дүкеннің есігін жауып жатып, бөкесі айналайын. Көкесі, енді біздің үйге барамыз. Иқ, деді дүкенші ықылғатып. Иқ, біздің үйге. Содан екеуі жерде емес, кемеде жүзіп жүргенде теңселе басып, құшақтасып, дүкеншінің үйіне келгені есінде. Әй, мен сенің төріңе етік пен ақшыға саламын. Біз сияқты адырдың аңқау қазағына бәрібір деп кеңкілдеп күліп жатқаны есінде. Қонышындағы түйіншек те, қысқасы бәрі есінде. Бірақ дүкеншінің үйі қойшының жарбиған тамында емес, хан сарайындай бұлың-бұлың. Дәлізден өтіп бара жатып, бұлт етіп басқа бір есікке бұрылғанда, әлгі айтқан сөзім ауыз үйде қалып қоймады ма дегендей, әй, мен сенің төріңе керзі етікпен ақ талтаңдап шыға саламын. Адырдың аңқау қазағына бәрібір, деді қайталап. Бірақ онысы да аз екен әлі. Жортаңдап Жылмақай дүкенші тағы да бір қызылды-жасылды кілем төселген бөлмеге сүңгіп кеткенде, бұл бір түрлі бейшара күйге түсіп, әй, мен етігіммен ақ, деді босаға жаққа таман сұлай кетті. Бір кезде дүкеншінің күн көзін көрмеген өсімдіктей аппақ, мөлдіреген ботакөз келіншегі сызыла басып, күлімсіреп бір көк мойын шишаны нәп-нәзік саусақтарымен мойнынан қылқындыра ұстап әкелді. Содан соң тағы да, әйтеуір бір кезде сірә түннің бейуағында болса керек, дүкенші екеуі бір-біріне соқтығысып жүріп, есік алдына шықты. Қайтамын, деді. Жоқ, мен сені жібермеймін, деп жабысты Жылмақай дүкенші. Үйге кіреміз. Кірмеймін. Қонасың. Қонбаймын. Етігіңде шешпей-ақ жата бересің. Бөрібай селк ете түсті. Қарсы алдындағы дүкеншінің бетіне үңіліп, бажырая қарады. Бірақ көз алды тұманданып, дүкенші оған біресе күліп, біресе жылап тұрған сияқты көрінді. Мына залым етігімнің қонышында түйіншекке түйеулі ақша жатқан біліп тұр, деп ойлады ол іштей секем алып. Бұл түлкі ғой, нағыз қу түлкі. Түлкішек. Әй, деді Жылмақай дүкеншіні бастан аяқ жақтырмаған көзбен бір шолып өтіп. Сен оны қалай біліп қойдың, әй? Нені? Етігімнің қонышында бір түйіншек ақша жатқанын. Қалай? Жылмақай дүкенші аузына ша берген күйі сілейіп қатты да қалды. Демде мастығынан айығып, сап-сау болып шыға келді бәтшағар. Содан ал кеп жылмаңдасын, ал кеп тәтті үйілген қызыл арадай құлағының түбінен қайта-қайта ызыңдап кетпей қойсын. Ақыры қу түлкі Бөрібайдың құпиясын біліп алды. Бәрін емес әрине. Түп-түгел айтып беріп, аузын ашып қарап отыратын Бөрібай да жынды емес. Жай әншейін қой бағып жүріп, көк шөптің арасынан тауып алдым дей салды.